Hi, Mrs. Shanat, welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы Family and Friends кітабы 3-ші сынып People's Book бойынша 7-ші бөлімнің 7-8-ші сабағын өтетін боламыз. Ол бізде 60-61-ші беттерде екен. Енді мына тапсырмаға қараңыздар. Бұл жерде бізде project work, жоба жұмысы екен. Енді lesson 7, 7-ші сабақ, exercise number 1. Енді 7-ші сабақта I can make a book. Яғни біз не істей алады екенбіз, кітап жасай алады екенбіз. Бұл сабақта үйренеміз сіздермен. Енді мына жерде бізде think деп қойған, ойлан деп тұр. Енді think about a special city. What place are there? Яғни өзіңнің дейді арнайы бір қалаң туралы ойлан дейді. Сосын сол ол қандай жерлер екен. Соны жазуымыз керек. Мысалға мына жерде таңдаймыз, құстұмсық белгісімен таңдаймыз. Мысалға өзіміздің қаламызды сызамыз. Одан кейін өзіміздің қаламызда не бар, соны галочкамен птичканы ұрып шығатын боламыз. Енді қараңыздар, мысалға мынадағыдай сурет саласыздар, мынандай осындай жасайсыздар да, өзіңіз сол жасағаннан алдын осы галочкаларды ұрып шығуымыз керек, құстұмсықтарды, ол үшін жаңағыдай таңдаймыз. Мысалға менің қаламда не бар? Мысалға кафе бар, кинотеатр, синема, үйлер бар болса, house, мысалға, кітапхана бар болса, library, ойын алаңшасы болса, playground деген сияқты осылай қойып шығатын боламыз. Мен мына сөздердің бәрін қазір оқып, қастарынан аударып шығайын, Airport, аэропорт, кафе, cinema, кинотеатр, house, үй, library, кітапхана, парк, playground, ойын алаңшасы, school, мектеп, shopping center, сауда орталығы, supermarket, супермаркет, swimming pool, бұл бізде бассейн екен. Ал мына жерге extra one, яғни қосымша біреуін қойып қойған, егерде мына жерлерде сіздің қалаңызда бар нәрсе табылмаса, мысалға theater деген сөз жоқ, мысалға театр бар болса, осылай қоса бересіздер, артына, осылай өзіңіз extra one қосымша қосып, осылай жазып, мысалға құстұмсық белгісін қойып қоясыздар. Енді түсінікті болды деп ойлаймын. Енді create, exercise number 1, make a book about places in a city. Яғни өзіңнің қалаң жайында дейді, не жаса, кітап жаса дейді. Міне осындай сияқты кітап жаса дейді бізге. Show many different places. Яғни әртүрлі орындарды көрсет дейді. Мысалға қалаңыздың осылай кітап жасап, буклет сияқты, мысалға 5-6 парақтан тұрады. Сөйтесіздерді ары қарай бірінші бетіне қай қала екенін, осылай мысалға Астананың суреті, сосын ары қарай не бар ол жерде, қандай суреттер. Мысалға театрдың суретін мына жерде галочка қойдық, құстұмсық, содағыдай кафе болса бір қағазға осылай кітап жасаймыз ғой, кітап сияқты. Кафенің суретін, кинотеатрдың суретін, мысалға хаус, үйдің суретін, осылай өзіміздің қаламыз жайында, не бар жайында осындай кітап жасайтын боламыз сіздермен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, астына қойып келіңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын. Енді мына жерде 3-ші тапсырмаға келдік. Exercise number 3. Ask and answer about your book. Яғни сұрақ қой және де жауап бер өзіңнің осы жасаған кітабың жайында деп жатыр екен. Мысалға біз жаңа сіздермен 6 беттік, 7 беттік кітап жасадық қой парақтардан, соны ашасыздар да, тура солай бір-біріңіздің жұмыстарыңызды бір-біріңізге көрсетіп, осындай үлгіде сұрақ жауап аласыздар бір-біріңізден. Мысалға қараңыздар. Is this a school? Бұл мектеп па дейді. No, it isn't. It is a cinema. Яғни бұл жоқ, бұл бізде кинотеатр деп жатыр екен. Егер де сіздер деп айтқыларыңыз келсе, қалай жазатын едік? Yes, it is деп айтатын едік. Одан кейін мысалға жанына жазасыздар, тура осылай. Болды, it is деп қажеті жоқ. Yes, it is деп айтамыз. Яғни, қараңыздар, бұл бізде қайтадан қайталап жіберейік. This is дегеніміз, мынау бізде сұраулы сөйлем болып тұр, Біз егер затымыз біреу болса, мына school дегеніміз мектеп, бұл бізде біреу ғана, мектебіміз біреу. Мына a деген артикль біреу дегенді білдіреді. Сол себепті this is деген мына жерде сұраулы сөйлем болғандықтан, мынау индексиясымен, мынау this орындарын ауыстырып жатыр. Мысалға, ол бізде бұл деген сөз мынандай болады. This is. Яғни, бұны біз қай кезде қолданады екенбіз? Жекеше түрде қолданамыз. Жекеше түрде, яғни затымыз қандай болу керек? Біреу ғана болады. Яғни this is, бұл бізде қалай аударылады екен? Бұл деп аударылады, бұл, мынау деп жасақ болады. Енді бұның сұраулы формасы қалай жасалып тұр бізде мына жерде? Мынау бізде болымды формасы ек, ал мынау бізде мына жерде сұраулы сөйлем болған кезде мынау is алдына шығып кетеді, сонда үлкен әріппен is this дедік та, осылай, сосын соңында сұраулы сөйлемнің несін қоямыз, сұрақ белгісін қоямыз. Енді жауап бергенде
иә болса yes it is, жоқ болса no it isn't деп жазамыз, иә. Мысалға сосын ол не, мысалға no it isn't деп айтқанда, жоқ деп айтқанымызда оны дұрысталап ойымызды жеткізу үшін, ол мектеп емес, ол кинотеатр екенін айту жеткізу үшін біз міндетті түрде it is a cinema. Енді сіздер мына жерде өзгерте бересіздер. School'дың орнына өзіңіздің қалаған жекеше сөздердегі нені қолдана бересіздер, сөздерді қолданамыз. Қай сөздер? Мысалға cafe, airport деген сөздерді, иә. Мысалға мына жерге cafe, school'дың орнына сіз cafe деген сөзді алып қойсаңыздар болады. Сосын мына жерге ол кафе емес, ол бізде не, cinema деп айта бересіздер. Енді тура солай, мынау астына қарап жіберейік. Енді мына жерде қараңыздар, бұл жерде are these бұл бізде сұраулы сөйлем болып тұр, сұраулы сөйлем, иә. Енді осының болымды формасын жасайық. Біз бұлар, мыналар деп айту үшін, екі немесе одан да көп заттарды айту үшін қолданамыз. Бұл these are дегенде, иә, these are. Яғни мыналар көпше түрде қолданамыз. Бұл бізде көпше түрде. Затымыз көпше, затымыз екі немесе үшеу, төртеу, я одан да көп болады затымыз. Және де бұл жерде қараңыздар, a деген мынандай артикль болмайды. Ал сосын затымызға зат есім, я, плюс зат есімнің түбіріне не жалғанады екен? Мынандай жұрнақ, я? Қандай еді? S деген көпше түрдігі немесе ES деген жалғанады. Осында жұрнақ, иә. Мысалға қараңыздар, мысалға house дегеніміз, мына жердегін алайық. House бұл бізде не екен? Үй болды, иә, үй. Енді бұны үйлер деп айту үшін houses, иә, мына S жалғап кетті ма? ES, I бар еді, енді ES жалғап кеттік. Сонда бұлар не болады екен? Үйлер болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Сонда қалай болады екен? Қалай жасаймыз? Сонда these, мынау бізде болымды формасы, мынау бізде болымды формасы, мынау бізде болымсыз формасы. Қалай болады сонда? These are, оған не жалғай саламыз? Нотты жалғап, сөйлемді жалғастырасыздар. Ал сұраулы сөйлем болатын болса, тура осылай, мынау these are дегі are алдына шығып кетеді. Үлкен әріппен жазасыздар. Are these деп жазасыздар да. Houses, иә, осылай мысалы. Houses сұраулы сөйлемді қоясыздар. Ал мына жердегі енді бұның жауабын келетін болсақ, жауап берген кезде иә дейтін болсақ, yes, they are дейсіздер. Жоқ болатын болса, қалай болады? No, they are дегеннен кейін нені жалғай саламыз? Мынау not дегенді жалғайсыздар. No, they aren't. Я, not. Немесе қысқа формасы aren't. Мына мынандай болып жазылады. Міне, түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына жерде yes, it is, this is. Мысалға мынау болатын болса, this is-дің мынау, я, тура, this is бол, жекеше түрде, is this сұраулы сөйлем бол дегеннің, ал болымсыз формасы қалай болады? Бұғанда not-ты жалғай саласыздар. This is not дей саласыздар. Дұрыс қой? Сонымен сөйлемді бітіреміз. Міне, not-ты жалғай саласыздар, болды. Міне, жауап беру no it is, no it isn't, немесе yes it is деп жауап бересіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, астына комментарияға жазып кетіңіздер. Енді 8-ші сабаққа да келіп жеттік. Қараңыздар. Lesson 8, buildings in our town. Қаламыздағы ғимараттар деп аударамыз. Exercise 1, look, listen and point. Қара, тыңда және де көрсет деп жатыр екен. Мен қазір аудио жазба қосамын. Мұқият тыңдап көрсететін боласыздар, я? Hello, I'm Medina. I'm from Shymkent. Here are photos of my holiday in Oxford. Look at the big red bus. Мына біріншісі, мынау. The bus stops near a big library. Екіншісі, үшіншісі енді. The bus stops next to some shops. There are bikes in front of the shop. Енді төртіншісі. The bus stops near a river. There are boats in the river. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қараңыздар, аударып жіберейік, иә? Бізде. Қараңыздар. Look at the big red bus дейді. Не дейді? Мына үлкен қызыл автобусқа қара дейді. Мына біріншісін оқып жіберейік. Hello, I'm Madina. Сәлем, менің есімім Мадина. I'm from Shymkent. Мен Шымкент қаласынанмын. Here are photos of my holiday in Oxford. Яғни, мына жерде менің Оксфордтағы демалысым жайындағы фотоларым дейді, суреттерім дейді. Енді біріншісі, look at the big red bus. Үлкен қызыл автобусқа қара дейді. Міне, бірінші фотосын жасапты Мадина. Енді екінші фотосы. The bus stops near a big library. The bus stops near a big library. Яғни, автобус нелері дейді.
бас стоп дегеніміз бұл бізде остановка деп айтамыз, иә. Осы остановка автобус тоқтайтын жер, иә. Ненің қасында дейді? Үлкен кітапхананың жанында дейді екен, иә. Қазақшасын ұмытып қалдым остановка дегеннің. Енді үшіншісін қараңыздар. The bus stops next to some shops. Яғни остановка, автобус тоқтайтын жер, ненді жерде дейді? Next to some shops, я дүкендердің жанында дейді екен, осы автобус остановкасы, я. Одан кейінгі, there are bikes in front of the shop. Яғни, мұнау дүкен, екі дүкеннің алдында не бар екен? Великтер тұр дейді екен. Дүкендердің алдында великтер тұр. Төртіншісін аударып жіберейік. The bus stops near a river. Автобус тоқтайтын остановка, я, ненің қасында дейді? Өзеннің қасында дейді, міне. Көрдіңіздер ғой? There are boats in the river. Өзенде нелер бар екен? Қайықтар бар деп жатыр екен. Міне бізде boats, бұл бізде қайықтар екен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Тура осылай суреттерді жасап, жаңадай кітапқа, я. Немесе осылай суреттер жасайсыздар. Енді мынау екінші тапсырмаға қараңыздар. Listen again and tick дейді. Where the bus stops дейді. Осы жаңағыдай 81-ші жатты мынау аудионы тыңдадық қой сіздермен, дұрыс па? Тура осылай қайтадан тыңда дейді осыны. Одан кейін не істе дейді? Бізге айтады. Осы автобус остановкасы дейді, я, қай жерде дейді. Бізде қай жерде екенін табуымыз керек екен, иә, мына жерде галочкалар ұрып. Мысалға не туралы айтылды? Өзіміз есімізге түсірейікші, не туралы айтылды? Ол жерде өзен айтылды, иә, shops дейді, дүкендер айтылды, және де мынау zoo, мына аудардық қой сіздермен, оқыдық, тыңдадық, иә, осы жерде. Қайтадан өзіңіз қайтарып тыңдап көресіздер де, одан кейін ешқандай да зоопарк аңдардың тұратыны жайында ештеңе айтылмады. Сол себепті мынаған галочка ұрмаймыз, тек қана мынаған осы үшеуіне ғана ұрамыз. Бұл бізде library, river және де shops, дүкендер. Енді exercise number 3. Қарап жіберіңіздер. Name some places in your town. Яғни, сенің қалаңдағы осы орындардың атауын ата дейді екен. Мысалға былай атаймыз. There is a library. There is дегеніміз, ол бізде не деген еді? There is, бұл бізде бар деген сөз, дұрыс па? Жеке түрде затымыз біреу болса, я, біреу болса, біз there is деп айтамыз. Ол кезде a немесе n деген біреу деген артикль мағына береді бұл бізде. Осы артикльдер қолданылады. Енді there is, қараңыз, байқап тұрсыздар ғой, there is. Бұлның there is дегеннің қысқа формасы осылай да жазыла береді. Міне there is. Ұзақ формасы there is. Міне осылай қысқа формасы, я. Енді мына жерде айтасыздар сіздер. Қандай орындар бар? Мысалы жазайық, library бар деп жазылды. There is a library, there is a park деп айтыпты. Енді біз айтайық river деп жазайықшы, сонда there is a river. Міне осылай жазасыздар. Не бар? Өзен бар. Міне осылай жазыңыз. Мысалға shops. Shop. Бір дүкен бар деп айтқыңыз келсе, жазасыз. There is a shop. Міне осылай бір-бірлеріңізден жаңадай сұрақ қойып, жаңадай кітаптарыңыз бар, өздеріңіздің жасаған сол кітаптарыңызды ашып, бір-бірлеріңізден осылай менің немде қаламда осындай зат бар, осындай дүкен бар, кафе бар, осындай зоопарк бар деп өздеріңіз сұрақ жауап алып, бір-біріңізбен осылай жұмыс жасайтын боласыздар. Сонымен сіздермен осы 7-ші, 8-ші сабақты аяқтадық. Келесі жолы мен 8-ші бөлімдер бойынша workbook, осы people's book бойынша сабақтарды салатын боламын. Арнамнан алыстамаңыз, сабағымнан лайк басып, пікір қалдырып, қандай да бір сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер. Our lesson is over. Goodbye.